Кейбір тілдерді үйрену оңай, ал кейбірін меңгеру үшін жылдар, тіпті 10 жылдықтар қажет. Қандай тілдер ең қиын саналады? Қазақ тілі олармен салыстырғанда қаншалықты күрделі? Шетелдіктер үшін қазақ тілін үйренгенде қандай қиындықтар болады? Осы сұрақтарға жауап іздеп, әлемдегі ең қиын тілдерді зерттейік. Ғалымдар мен лингвисттер тілдің қиындығын бағалау үшін бірнеше факторларды қарастырады. Грамматика – тілдің ережелері қаншалықты күрделі, сөздердің орны сөйлемдегі мағынаға әсер ете ме? Фонетика – дыбыстарды дұрыс айту қиын ба? Интонация мен екпін мағынаға әсер ете ме? Лексика – сөздік қоры үлкен бе? Бір сөздің бірнеше мағынасы бола ма? Диалектілер – тілдің әртүрлі аймақтық нұсқалары бір-бірінен қаншалықты өзгеше? ақш-тың сыртқы істер институты зерттеулері бойынша барлық тілдер үйрену қиындығына байланысты 5 санатқа бөлінеді. Бірінші санат жеңіл тілдер, ағылшын тілін меңгерген адамдарға жақын тілдер. Екінші санат неміс, индонезия сияқты тілдер. Үшінші санат қазақ, түрік, фин, венгр сияқты тілдер. Төртінші санат араб, жапон, қытай, корей тілдері. Бесінші санат ең қиын тілдер. Бұл санаттарға қарап, кейбір тілдер өте қиын, ал кейбіреулері оңай меңгерілетінін байқауға болады. Қытай тілі ең қиын тілдердің бірі. Жазу жүйесі Қытай тілінде 50 мыңнан астам иероглифтер бар, ал күнделікті қолдану үшін кемінде 3 мың сөз білу керек. Интонациясы Қытай тілі тоналды тіл, яғни бір сөздің мағынасы дауысты қалай өзгерткеніне байланысты. Мысалы, мына мәтінді қарастырсақ болады. Мен Қытай тілін үйренуге тырыстым, бірақ әр иероглифті жаттау өте қиын. Араб тілі ең күрделі грамматикалық тілдердің бірі. Жазу жүйесі оннан суға қарай жазылады. Диалектілері әртүрлі, ал араб елдерінің диалектілері бір-бірінен қатты ерекшеленеді. Мысалы, мына сөйлемдерді қарастырсақ болады. Мен арабша жазуды үйренуге тырыстым, бірақ әр әріптің бірнеше түрлі жазылуы бар екенін білгенде басым қатты. Қазақ тілі қаншалықты қиын? Қазақ тілі әлемдегі ең қиын тілдер қатарына кірмейді, бірақ өзіндік ерекшеліктері бар. Фонетика. Қазақ тілінде ын, қ, ғ, ә, ү, о сияқты ерекше дыбыстар бар. Мысал сөйлемдер: сенің атың Әлихан. Қазақша үйреніп жүрсің. Қазақ тілінде бір сөзге осыншама жалғауға болатын таңқалдырады. Қазақ тілі жалғамалы тіл, яғни бір сөзге бірнеше жалғау қосылып жаңа мағына береді. Мысал сөйлемдер: кітапты оқып отырмын, үйде тамақ жедім. Әлемдегі ең қиын тілдер Қытай, араб, жапон, корей және венгр тілдері. Қазақ тілі қиын тілдер қатарына кірмейді, бірақ фонетикасы мен грамматикасы ерекше. Шетелдіктер үшін ең қиын бөліктер үндестігі жаңа, жалғаулар және сөздердің ұзындығы. Латын әліпбиіне көшу қазақ тілін үйрену жеңілдетуі мүмкін. Ал сіз қалай ойлайсыз? Қазақ тілі қиын ба? Пікірге қалдыра кетіңіз.